Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, дәмді құймақты бірге жасайтын боламыз. Бұл рецепт өте оңай дайындалады әрі бір жасағаннан ғана шығады. Сол үшін видеоны жібермей соңына дейін қарап отырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Бізге ең алдымен ыстық су осындай қайнап тұрған, содан соң ұн, сұйық май, қант және жұмыртқа, содан соң сүт керек болады. Ендеше біз құймағымызды жасауды бастаймыз. Ол үшін ыдысымызға қантты, жұмыртқаны саламыз, оның үстіне сұйық майымызды құямыз да барлығын жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң үстіне сүтті құямыз да, оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл жерде сүттің температурасы маңызды емес, мен мысалға салқын сүтті қолдандым. Енді осы сұйық массамыздың үстіне ұнды саламыз. Ұнды електен өткізіп салыңыздар. Ұнды барлығын салып аламыз да, жақсылап тұрып осындай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ұнның ешқандай да түйіршіктері қалып кетпеуі керек. Жақсылап тұрып біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай біркелкі сұйық масса, ешқандай түйіршіксіз осындай біркелкі сұйық болып шығуы керек. Енді осы массамызға ыстық суды құятын боламыз. Осылай венчикпен бір жағынан араластыра отырып суды құйыңыздар. Егер де араластырмай отырып құйып қойсаңыздар, біздің қамырымыз пісіп қалады және пісіп қалғаннан соң ол қою болып, массамыз консистенциясы бұзылып кетуі мүмкін. Міне біздің құймағымыздың массасы, яғни қамыры дайын, қатты сұйық немесе қатты қою да емес, осындай сұйықтықта болуы керек. Енді құймақтарымызды пісіреміз. Ол үшін осындай арнайы құймақтар пісіретін табаны қатты отқа қойып қоямыз, ол міндетті түрде қатты ыстық болып қызығаннан соң қамырымызды құямыз. Егер де табаны қатты қызытпай құятын болсаңыздар, қамырымыздың, яғни құймақтарымыздың бетіне тесіктер шықпайды. Сол үшін де қатты қызып тұрған кезде қамырды құйыңыздар. Сол кезде қарап тұрғандарыңыздай осындай әдемі тесікшелер шығады. Міне құймағымыз демде піседі. Осылай піскеннен соң шет-шетін табадан босатып аламыз да, қолымызбен немесе күрекшенің көмегімен кері аударамыз. Осылайша біздің құймақтарымыз оңай болып піседі. Құймақтарымызды жоғары отта пісіре береміз. Шамамен бір 2-3 минутта пісіп қалады. Осылайша барлығын әдемілеп пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, егер де сіздер менің каналыма алғаш келіп отырсаңыздар, міндетті түрде каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Өйткені менің каналымда оңай әрі бір жасағаннан шығатын рецепттер өте көп. Міне осымен біздің құймақтарымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауыңызша осылай әдемілеп, әсемдеп жей берсеңіздер болады. Мен осылай үстіне кішкене ғана қант ұнтағын септім және де қасына қаймақ қойдым. Қаймақ пен құймақ өте күшті үйлеседі. Сіздерге құймақты осылай жақыннан көрсетейін. Қарап отырсаңыздар, тесікшелері өте көп, әрі өте жұп-жұқа болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қараңыздаршы, қолымызбен мыжғанда да өзінің формасын сақтап, ешқандай да сынып кетпей, жұп-жұмсақ болып шыққан, өте күшті болып шыққан, дәмі де әдемі болып шыққан, әрі қаймақпен жесеңіздер өте күшті болып шығады. Баршаңызға сәттілік, баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.